Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен мен Перизат осындай керемет дастарханның сәнін келтіретін Наполеон самсаларын дайындап үйренетін боламыз. Тестасы өте күшті болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай осылай әдемі болып шығады. Наполеон тесталарына ұқсап. Каналымды тіркеліп, видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға електен өткізілген ұнымызды алып аламыз. Қарапайым қара суымызға шай қасығында тұзымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Ұнымыздың осылай ортасын ашып, суымызды құйып, қамырымызды елеп алатын боламыз. Осылай елеп алдық. Ендігі кезекте осы қамырымызды екі бөлікке бөліп алатын боламыз. Осылай екі бөлігінде жақсылап жайып аламыз, жұқалатып. Қатты жұқа етіп тастаудың қажеті жоқ, орташа деңгейде. Мінекей осылай әдемілеп жайып алдық. Ендігі кезекте бөлме температурасында осылай еріп тұрған маргаринімізді, сармайымызды осылай ішіне жақсылап әдемілеп жағып алатын боламыз. Жағып алғаннан кейін үстінен осылай қамырымыздың екінші бөлігін үстінен осылай жайып аламыз. Екінші бөлігінің үстінен де жақсылап майымызды әдемілеп жағып алатын боламыз. Енді оқтауымызбен осылай орап аламыз. Барынша ішінде ауа қалып қоймауын қадағалаңыздар. Сол кезде қамырларыңыз өте күшті болып шығады. Енді сол тұрған оқтаудың үстінен осылай пышақпен ортасынан кесіп алатын боламыз. Қамырымызды ашып, оқтауымызды шығарып аламыз. Тағы да екі бөлікке ортасынан бөліп аламыз. Бөліп алғаннан кейін осылай бөлікшелерге тағы да бөліп кесіп аламыз әдемілеп. Кесіп алдық. Енді май жағылған жүзін осылай бір-біріне жабыстырып шығамыз. Сол кезде маргариніміз ішінде қалып кетеді. Осылай көріп тұрсаңыздар, өте керемет болып шықты қамырымыз. Мен ортасынан тағы да бөлдім, үлкен болып кеткені үшін. Осылай бөліктерге бөліп аламыз. Дайын болған қамырларымызды ыдысымызға алып, мұздатқышқа салып қоямыз. Қамырларымыз жақсылап қату керек. 1 сағат, 2 сағатқа қойып қойсаңыздар, тіптен жақсы. Бетін жауып, пакетик кигізіп салып қоямыз. Оған дейін қимасын дайындаймыз. Туралған етімізге пиязымызды, дәміне қарай тұзымызды және де қара бұрыш өздеріңіз қалайтындай дәмдеуіш қоссаңыздар болады. Осылай жақсылап араластырып аламыз.
Біздің қамырларымыз дайын. Енді осылай жақсылап көріп тұрсаңыздар, қамырларымыз майлары жақсылап сіңіп, қатып тұр. Осылай әдемілеп оқтауымызбен жайып алатын боламыз. Дайын болған қамырымызды осылай салмасын салып, әдемілеп орап алатын боламыз. Видеода анық көрсеттім барлығын. Тура солай жалғастырамыз. Ендігі кезекте осылай листімізге әдемілеп орналастырып аламыз. Оған дейін печкамызды қосып қоямыз 180 градуста. Осылай листімізге орналастырып алдық. Бетіне жұмыртқамыздың сарысын сүріп, осылай күнжет болса, сепсеңіздер де болады, семей қойсаңыздар да болады, ол өз еркілеріңізде. Мен осылай аздап сеуіп шықтым. 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аласыздар. Осылай. Мінекей біздің самсаларымыз осылай көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі ерекше болып пісіп шықты. Видеом ұнаса, рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, видеоға лайк басыңыздар, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдыруды да ұмытпаңыздар, және де сіздер де осылай дайындап көріңіздер. Бір жасағаннан өте керемет ерекше болып шығады. Ас болсын!